Патша мен бұлбұл ертегісі. Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның сарайы әлемдегі ең көркем, ең зәулім сарайлардың бірі екен. Бірақ патша өз иелігіндегі салтанатқа аса мән бермейтін бейбақ болыпты. Сарай маңында сарайдың әсемдігімен жарысқан, әлемдегі ең әдемі гүлдер өскен бір үлкен бау-бақшасы бар екен. Халықтың айтуынша, ең ғажабы сол бақшада мекендейтін бір бұлбұл болған екен. Сондай әдемі дауыспен сайрайтын бұл құстың атақ-даңқын естігендер ұзақ елдерден де келіп көруге асығадымыз. Бір күні бұлбұлдың даңқы патшаның да құлағына жетіпті. Алайда патша бұл хабардан хабарсыз болғанына қатты ашуланып уәзірін шақырып, бұл қалай болғаны? Сарай бақшасындағы бұлбұлдан менің неге хабарым жоқ, дейді. Уәзір оған жауап бере алмапты. Өйткені оның да бұл бұлбұлдан еш хабары болмапты. Дереу бағбанды шақыртып, сарайда әлемге танымал бұлбұл бар екен, неге айтпайсыз бізге, десе, бағбан, ғапу етіңіз мырзам, мен де білмейді екем, депті. Оған уәзір тез арада маған оны тауып әкел деп айқай салыпты. Бағбан барлық жерді іздестіріп сұрастырса да бұлбұлды еш таба алмапты. Содан уәзір бір шарасын тауып патшаға, бұл біреулердің ойдан шығарған әңгімесі болуы керек, десе, патша одан сайын ашуланып, жоқ, олай болуы мүмкін емес. Маған бұл хабарды сенімді адам жеткізді. Дереу бұлбұлды тауып әкеліңдер, немесе барлығыңды жазалаймын, депті. Сарайдың асханасында жұмыс істейтін қызметші қыз бағбанға келіп, іздегендеріңізді бұл жерден таба алмайсыздар. Қаласаңыздар, мен сіздерді оның жанына ертіп алып барайын, депті. Мұны естіп қуанған сарай қызметкерлері дереу бұлбұл мекендейтін тоғайға қарай жол тартыпты. Бұлбұл тұратын жерге келгенде қыз, кішкентай бұлбұл, деп айқайлапты. Бұлбұл бір ағаштың бұтағынан көрінген кезде, патшамыз сені көргісі келіп, даусыңды естігісі келіп жатыр. Егер бізбен бірге бармасаң, патшамыз барлығымызды жазалайды, депті. Бұлбұл оған келісімін беріпті. Жолай оның әсем даусын тыңдап, барлығы сарайға келіпті. Сөйтіп патшаның құзырына шығып, бұлбұл әдемі даусымен ән шырқай бастапты. Даусынан әсерленген патшаның көзінен жас парлапты, әрі жүзіне қуаныш ұялапты. Патша бұлбұлға, менен не тілеуің бар, айт, дейді. Сонда бұлбұл, мен үшін ең үлкен сый сізге қуаныш сыйлау, деп жауап береді. Патшаның сүйіспеншілігіне қауышқан бұлбұл сарайдағылардың асыл тәжіне, бақ-дәулетіне айналыпты. Бұдан былай сарай бақшасына орналасып, үнемі әсем даусымен патшаға ән шырқайтын болыпты. Ел тұрғындары бұлбұлдың әндерін тыңдау үшін сарайдың айналасына жиналып тұрады екен. Бір күні патшаға бір сыйлық сандығы келіпті. Ішін ашып қараса, құнды гауһарлармен, асыл тастармен безендірілген ойыншық бұлбұл шығыпты. Шыныдан жасалған бұл ойыншықтың төбесінде бұрандалы кілті болыпты. Кілт бұралғанда шынайы бұлбұлдың даусы шығатын болыпты. Уақыт өте келе, шынайы бұлбұл патша тарапынан өзіне назар аударылмай қалғанына ренжіп, бір ыңғайын тауып, сарайдан ұшып кетеді. Күнде әсем үнімен сайрап жүрген ойыншық бұлбұл бір күні жұмыс істемей қалыпты. Бұлбұлдың даусына үйренген патша сол кезде ғана шынайы бұлбұлдың жоқтығын сезініп, оған әділетсіздік жасағанын ұғыпты. Қайғысынан науқастанып, төсек тартып, жатып қалыпты. Күн өткен сайын жағдайы нашарлап, халық та қатты қамжи бастайды. Оның шарасыз күйін көрген жұрт жағдайының жақсармайтынын ойлап, жаңа патша тағайындауға бел байлайды. Патшаның сырқаты және жаңа патшаның тағайындалу хабары сарайдан ұшып кеткен бұлбұлдың құлағына да жетіпті. Патшаның өзін жақсы көретінін
істеген ісіне өкінетінін естіген бұлбұл оған көмектесуге шешім қабылдап, дереу патшаның жатқан бөлмесінің терезесінің алдына ұшып келіп, әсем даусымен әнін шырқай бастапты. Төсегінде жатқан патша бұлбұлдың даусын естіп, қайта өзіне келе бастайды. Таңға жуық патша аяғынан тұрып, ауруынан жазылып кетіпті. Патша өзін емдеген бұлбұлдың әсем даусы екенін біліп, бұдан былай оны әрдайым жақсы көретінін айтыпты, және бұлбұл да осында келіп ән шырқап тұратынына сөз беріпті.